жыл спорт бағдарламасы Нұр-Сұлтан қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы биылғы жолы қолға алған жоба. Жалпы жобаның негізгі мақсаты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында айтылғандай бұқаралық спортты дамыту. Қаламыздың 6 саябағы және 2 бақтарында өтетіндей сабақтарын арнайы кәсіби жаттығушылар, нұсқаушылар, спорт мамандары жаттықтырады. Және жаттығулар барлық қала тұрғындары аптаның 3 күнінде сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері кешкі сағат 5-тен 7-ге дейін тегін өткізіледі. Және тек қыс мезгілінде фитнес жаттығушылар орнын шаңғы және коньки тебуге алмастырылады. Мен осы шараларға екінші күн келіп тұрмын. Осында мен екінші каратэден тренировкаға келіп тұрмын. Бұл жерде неше түрлі ударлар мен іс-қимылдар үйретеді. Және де бұл жерде тек қана каратэден ғана емес, асық атудан, бадминтоннан, зумбадан тренировкаларға қатысып жүрмін. Каратэден үйрететін тренерін өте керемет түсіндіреді барлығын, және асықпай анық көрсетеді. Әкімшілікке өз алғысымды айтамын, себебі бұл өте керемет нәрсе болып келеді.